Hemen size ıslanmasın. Şehirlerin kendisi o. Yerden şehirme tutmuşu gitti. Türkleri. Yerden sana yolunda sabahlar. Yerine kızılmasın. Jaz talakkar, jaz әнші, екі қолдарыңызды ортаға шапыраңыз алайын.
сіздер başında. Теңемес көктем күзбенен қалауын әркім іздеген рұқсат болса пәленше танысқым келеді сізбенен деп қойды. Бір класста оқиды. Соған дейін ақ таныспай жүрген білмейсің ғой. Сосын жаңағы ішінде неге бар? Сабақ барысы, тамақ алысы, жүрек қақысы, махаббат барысы. Сосын ауа райы қалай деп қоясың. Бір ауылда тұрасың. Енді ол баяғы үлкендерден келе жатқан текст, соны көшіріп алып жүреміз ғой біздер. Ол да бір қызық, ол да бір дәуір. Енді сол хаттың себебімен қосылғандар бар ма ортамызда? Bir тұрып қоюға болады. Орындана тұрыңдар. Кім? Нұрбақыт пен Гүлнұр дейді. Міне сол хаттың себебімен қосылғандар, көрдіңіздер ғой. Нағыз махаббат деп осыны айтуға болады. Махаббаттан аяқ болсын. Бала махаббаттан үлкен бір шынайы махаббатқа айналған өмір. Міне осы істерді жалғасын тауып жатыр. Солай ма? Ой-ой, Ай, үйленгеніңізге неше жыл болды? Ерекен? 15 жыл. Бір әйелмен той деген өте ерлік қоя. Рахмет, енді мына қызық болсын деп жатқанымыз ғой, мектеп шақтағы бір қуанышта есімізде болсын деген ниет. Отырыстарыңыз жайлы болсын, дастархандарың тек қуанышқа тойға сайды болсын, кеуделерің думанды байды болсын, өмірлерің салтанат сәнді тойды болсын деп дейміз барлықтарыңызға. Енді біздің ортамызда сонау Бекарыстан би елді мекенінде нөмірі 24-ші мектеп бітіргенден соң қияға қанат қағып, өзінің үлкен жолыменен, өзінің үлкен сәтіменен талабы оң болып, сонау Алматының төрінен орын алған өздеріңіздің құрбы, құрдас достарыңыз бар ағайын. Алатаудың бөктерінен, ұлылардың мектебінен арнайы ақ тілегін арнау үшін келіп отырған сол Алматыда, яғни өзге елде жүріп, өзін танытып жүрген азаматтың бірегейі, еліне елеулі, халқына қалаулы болған азамат. Үлкен өмірдің қиын бейнесін, өмірдің қызық бейнесін басып, кәдімгі сол жүрген Алматыдай төрінде кәсіпкер атанып жүрген Мейрамбек бауырымыз осы отырысымыздың ең генеральный спонсоры. Мейрамбекке бір қошемет жасап қояйықшы. Кәсіпкер Алматыдан келген орта келіміз болсын. Рахмет. Одан кейінгі Мейрамбекті бауырымыздың жанына шақырып, сонау Алматыдан келген қонақтарымыздың өздеріңіздің тайылындай кебісіп, кішкентайында бір көсіп, баршылықта бірге бөлісіп жүретін достарыңыз. Сонау Бекарыстан би елді мекенінде кішкентайынан бірге Караганитер жуан асқан достарыңыздың бірі. Қазір Алматының төрінде бір мектептің завуч, яғни Нұрбақыт, Құдай қосқан қосағы Гүлнұр ортаға шақырамыз. Қосылып қарсы алайық. Түріне, ажарына, көркіне қарап тұрып, ауылдан шықты деп кім ойлайды. Көрдіңіздер ме мінекей? Ауылдың қара домалақ баласы бір елді бағындырып, бір елде азамат атанып жүрген осы кісілерге бір қол соғып қоюға артық болмас дейміз, бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Және сонау Алматыдан келіп жатқан Ғайни Айнұр. Ғайни қыздың аты ма? Еркінгі аты бар ма? Сосын енді әйіспен қалып жатырмыз. Ғайни Алматыдан келіп жатқан ханым, жана берсін бағым, көбейе берсін өмірге салтанатын етсін. Енді сонау Алматыда құрылыс санасында елдің дәулетімен, сәулетін, елдің ажарын келтіріп жүрген, елді безендіріп жүрген, азаматша болғанмен, азамат орнында жүрген жанның бірі Айнұр, құрылыс саласының майталманы, құрылыс саласының маманы Айнұр ханымды ортаға шақырайық. Және сонау Алматыдан келіп жатқан достарымыз Роза және құттықты болса қарсы аламыз. Ортаға шақырайық. Достарға қошемет, сағым келіп жатқан, енді сағым келіп жатқан
Ауылда жүргесін қадірің жоқ, ауылда жүргесін білмейсін. Бұл кісілер сонау алыстан сіздерді кәдімгі шын көңілімен, шын пейілімен сағынып, сіздерді аңсап, ордасын сағынып келіп отқан достар, бір керемет тілек арнаса, соны қабылдайық. Сөздің басын. Ал құрметті достарым, сыныптастарым, аяулы ұстаздарым, бүгін мінекей 20 жыл дегенде бас қосып алды мектебімізге келдік. Өте қуаныштымын сіздерді көргеніме. Не дейміз? Деніңіз сау болсын, өмірде бақытты болайық. Аңсаған арманымызға, көздеген мақсатымызға жете берейік бәріміз. Қайда жүрсек те. Аман болайық, деніңіз сау болсын. Бұл енді 25-лікке келсек ары қарай. Осылай кездесулер жиі көп болсын. Өте рахмет көп болсын. Рахмет. Арманғарай. Рахмет. Арманғарай сөздің кезегін жаңа айтып қой балалардың бойына білімін сусындатқан ақыншы ұстаз. Ұстаз болғанда ерекше орны бар, жолы бар. Кәдімгі сол қызмет жасап жатқан мектебінің завушы, өзі белді азамат Нұр Бақыт. Көрдіңіздер ғой. Өзі нұр, өзі бақыт, өзі шаттық, өзі нұр. Сондықтан Нұр Бақыттың атын алыңыздар. Al құрметті сыныптастарым, кластастарым, ұстаздарым, алғашқы Аянбай, мектеп бітіргенде мектеп директоры Қасым ағай, 11-ші класты бітірген Байтым апай, Жайлыбат ағай. Бүгінгі себеп белгілі Жайлыбат дастархан. Мен бүгін мынау сонау 95 жылы алтын мектебімізбен қоштасып арман қуып кеткен болатынбыз. Суретті сөз аласың, қойыңдаршы кішкене. Ашу. Міне бүгін өте үлкен бір іс-шараның куәсі болып отырмыз. Әрине ол іс-шараның куәсі сіздермен және біздер. Осы 95 жылы мектеп біткен кезде мен мұғалім боламын деп ойлағаным жоқ. Құдай мұғалім болмай-ақ қояйын, өйткені балалықпен көп нәрсені тентекте болдық, бұзықтыда жасадық. Партия қоя ұрмайды бізді Болатбай ағай сабайды. Болатбай ағай бір орныңыздан тұрып қойыңызшы. Болатбай ағай үшін қол жабылып қоймай қойыңызшы. Кегістасында айтып қойдар, қазір ертері қайтайын. Дұрыс. Бары орынды нәрсе екен, одан қарап отырса. 95 жылы мектепті бітіріп, сонау Алматы деген үлкен шаһарға кеттік. Оқуға түсуге арман қуып. Оқуға құдай беріп оқуға түстік. Кеш жыл сол жақта оқыдық. Қолға диплом алған кезде біз ойладым. Мен енді шыны керек, кішкене спорт жағына жақындау болғаннан кейін осы Болатбай ағайға мен әлдебір рахметімді айтамын. Осы кісінің артықысы спорт жағын мамандық алып шықтым. Бірақ мен мұғалімдік мамандықты жек көретін едім. Өйткені неге? Мен кішкене бұзықтау болғанда таза бұзық болған жоқпын. Бір орденға түсіп, ауданда есеп көтерген ештеңем жоқ. Бірақ дегенмен де класста кішкене бір былайлау бала болды, шыны керек. Орынбасар Дұрысбек тұрмын. Сонымен 2000 жыл мектепті бітірдім. Академияны бітірдім, спорт туризм академиясын бітірдім де дипломды қолмасам, кешті пәнім мұғалім деген мамандық қолмады. Керек жазып кетсін, менің мұғалім бар. Енді қайда барам? Одан кейін ол жүздеріңіз білесіздер. Сол уақытта біздің кішкене тоқырау заман. Біреу алса, біреу алмайды, елге қайтып келді. Енді әңгіменің жасыратыны жоқ, шын әңгіме. Ол кезде менің туған ағаларыммен бәйбіш болды. Сол кезде
Ғабит ағамыз болып Санжал бөлімі оқытқан, соған кіріп бардым. Қармайсыз өзім туған ауылға физикқа барайын деп айттым. Сөйтіп жоқ, ол жерде сағат жауып еді, директормен сөйлестім деді. Ол кезде Қасымағай сіз ғой, сіз, жоқ деді, Тұтбаев деген ауылға барасыз деді маған. Тұтбаев деген біздің өзіміздің Қармайсыз 15 километр жер. Ойбай, ол жаққа барғанда қалай болады деп ойладым. Енді басқа ауыл енді. Тәуекел дедім, радым. Өткен жалып біттім бе, билеп алып шыққан, өз жауап беріңіз, билеп аласыз. Кішкене бір өзім бөлісіп жатырмын да, ойыммен бөлісіп жатырмын. Қалжыңдап отырмын, өліп отырмын. Сонымен Тұтбаев ауылына бардым, сол жерге барсам, және Бөтеген аға деген директор шақырып алып, сен Забрайынан тапсырмасын келіп біргесін, әкел дипломды алды, қарап тұрды, саған 6 сағат берді маған. Кішкене бастауыш сыныптардан берді, кішкене енді оқып білген кішкене интерес бар бізде, мұғалім деген қызық бізге. Келдік допты ойнаттық, бүйттік, сөйттік. Сонымен қабылданды, зарплатын алдым. 3,5 мың теңге зарплат сол кезде. 2000 жылы 2,5 мың зарплат алдым. Ол кезде Қармайсыздың қолына сақтап тұрамын мен. Сонымен ең бір зарплатын алып, 3,5 мың көп ақша әкеме барып зарплатын бердім, балам. Бір бұғанмен ала деді, қалған өзіңе ортаға маршрутқа деді. Көресің ғой, сонымен дегенек, соның өмір өтіп жатыр. Бір жыл өтті, 2 жыл өтті, бір күн 18 сағатында алдым, 25 сағатында алдым. Өткен неге? Көрсеттік, результатымыз көрсеттік, қоғамдық жұмыстарын араластық, көрдік, өздеріңіз білесіз, Бақбайғай 82-ші мектеп КВН-нан өмір шықпаған, соның өзінің көшбасшысы болып, лидер болып ауданнан шықты, оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Соның лидер көшбасшысы, регламенттен баған ешкім қолына ешіне күнделік берген ермек. Сол сияқты міне ең бірінші неге мен айтып тұрмын, бұны неге айтып тұрмын мен? Ең бірінші осы 24-ші мектептің ұстаздары. Ішіне керек. Ранай апай, сіз айтпайын, сізді қазір бөлек айтамын. 11-ші класс есіме түседі ғой, ең бірінші мектеп бітірген жерім есіме түсіп жатыр. Бақбайғай, Патима апай сіздерге рахмет айттым. Енді бұл жерде Патима апай жоқ, бірақ дегенмен айтып барасыздар, Патима апайдың орны бөлек. Патима апай, сіз тыңдаңыз. Сіз мықты апайсыз, ренжіп отырсыз, бірақ сіз мықты апайсыз, біз мойындаймыз. Одан кейін Тұтбаев ауылынан сіңсіп Алматы қаласына кеттім. Алматы қаласына болып осы директор пән мұғалім болып кеттім де, одан кейін Құдай ақшығар, бапшығар, осы сіздердің арқаларыңыз Бірлік орыс қыз мектебінің тәрбиеші жөніндегі орынбасар болып тағайындалдым. Биыл 3-ші жылым. Құдайға шүкір, біреудің алды, біреудің арты болып жүріп жатырмыз. Жаңадан 3 этажды үлкен мектеп ашылды, элитный мектеп болып ашылды, лицей болып. Сол жерге тәрбиеші жөніндегі орынбасар болып тағайындалдым. Құдайға шүкір, қазір сол мектепте қызмет істеп жатырмын. Әрине, осы сіздердің арқаларыңыз. Бәрі осы мен қай жерде айтамын. Қызылорда облысы Қазалы ауданы Үрмәш Тұтбаев атындағы нөмір 24-ші мектептің түлегім деп айтып жүрмін. Мен оны интернетпен компьютерге салып та жібергенмін оны. Біреу оқыса, біреу оқымаған шығар. Мен сіздерді мақтан етемін ағайлар. Одан кейін міне биыл қарап отырсақ 20 жылда бас қосып отырмыз. 20 жылдар құтты болды жігіттер. Қыздар, келіндер. Мен бақыттымын, мен риза болып отырмын. Мен шыны керек сіздер ойламаңыздар. Ұлы жүздің ортасында кіші жүздің өзі жүру мүмкін емес. Мен өзімнің ортама келгеннен кейін төселіп сөйлеп отқан себебім сол. Болмаса мен тілекті айтып тұра берумен болады. Рас әңгіме өтірік әңгіме емес. Қазақпыз дегенмен де қызметте болғаннан кейін бәрі болады екен. Мен соған көзім жетті. Жігіттер, қыздар. Мен сол үшін сіздерге жақсы көңілімді айтып тұрмын сіздер, айбетпесеңіздер. Одан кейін 85-ші жылы кішкене балам шешемді Сәлима деп айтамыз, біз өзінің
кейбір шалдың баласы болып кетеміз. Сәлима мені кезектеп Рана апайдың қолын әкеліп берді міне. Рана апай, тұрыңызшы орныңыздан, пожалуйста, тұрыңызшы. Рана апайдың қолын әкеліп Сәлима деген шешең әкеліп берді. Рана апай есімде ма, есімде шешем айтып отырады, соны түсіріп алыпты. Өмір өтіп жатыр, бір күні ағашын Ғабиден деген болып кетті, сол қайтыс болып кетті. Өзі сурет сала болып, Рана апай сабағы өмір бейсалады, бірақ мен сурет сала алмаймын, Ғабиден салып берді. Бір күні бір фото сурет байқауы болады бұл, апай аяғы бір уақыт бұл, апай мен осы екінші ағылашынан мен сурет сала байқауға мен қалсам дедім, бірақ сурет салу қолымнан келмейді. Ғабиденге сеніп тұрмын ғой. Бір бастаған сенің екінші ағылашынан жалғыз өзің сен қасықсыздар еді. Сурет салу қолымнан келмейді. Баяғы ағашым Гүлсарам танисыздар ғой, Гүлсарам танисыздар. Сол мен осы Ғабиден ауырып отыр екен, өзі аяқ кішкене ауыршақ болды, оны өздеріңіз білесіз. Сурет салуға мүмкіншілік жоқ, жыладым түсінбедім, болмады. Бір күні Рана апай басын, Рана апай. Сонда Рана апайдың үлкен құлағалығын айтады ғой. Білді ғой, алдында білген. Балам дейді. Жақтым, апай. Ұмытып кеттім, үйге барып, ұмытып кеттім. Сурет тақпен үшін сен әкелмей қой. Ғабиден ауырып отырып сен білген болар. Міне, кейіннен сол 5-6 жасында кейіннен өзім айтқан апай сөйлеп айттым деп. Рана апай, сізге міне үлкен құрметім бас емес. Сіз мықты оларға тұстасыз. Мен қай жерде жүрсем сізді ұмытпаймын. Қай жерде жүрсем де Рана апай болып Жібекәлиева Рана апай болып жүре бересіз маған. Көргеніңіз өше берсін апай. 20 жылы құтты болсын жігіттер. Сіздер айтып отырған ғой. Көп сөйлеп кеттіңдер. Сырт жерде жүргеннен кейін, жұмысты жүргеннен кейін көп темперіш көресің. Соны сіздермен бөлісіп жатқаным. Айналайын, Бекарыстан деген топырағынан дейін. Кеше келді жылап тұрып естідім. Әйелім айтады, сен жыламайтын едің ғой, не болды деп қояды. Үндемейсің, әйелім бет жоқ дейді. Сол сияқты айналдым Бекарыстанның топырағынан, 20 мектептің партасынан дейін. Рахмет. Рахмет. Қазақ айтады ғой, туған жердің торғайы туылсын, тоғайы тынсын деп. Туған жердің торғайынан туылсалған, тоғайынан тынсалған азаматтар жүрген жерінде бақтарыңыз жанып, берекелеріңіз тасып, мәртебелеріңіз өсіп, үлкен бір шырқаш боларыңызға тілектеспіз. Енді ары қарай тілекті жалғастырамыз. Айнұр ханым, талдаңыздар. Келесі жасыңызда мен негізім. Айнұр, 35 минут регламент. Құрметті ұстаздар, құрметті достарымыз, кластастарымыз, бүгінгі үлкен 20 жылдық жиынға жиналып жатқан себебіміз бар. Жаңа кішкене не болып жатыр енді, елден тыс жүргеннен кейін алматылықтар деп, біз енді алматылықтар емеспіз, бәріміз Бекарыстан еліміз. Әрқашанда сіздер жанымыздасыздар, ешқашан ешкімді ешқашанда ұмытпаймыз. Бүгінгі бас қосып, осы жерге жиналып, барлықтарымыз осы жұмыстан үлкен сұраныспен келіп, мына ұстаздарымыз ортамызға келіп, сіздерге көп рахмет. Сіздердің бізге деген еңбектеріңіз, жаңа Нұрбақта айтып жатыр ғой, біз сіздерді ешқашан ұмытпаймыз. Қырық ұйықтап жатса да оятып жіберсе, алғашқы ұстазың кім десе, Райхан апай деп, кім бітіріп еді десе, Фатима апай деп әрқашан айтып жүреміз. Бағана бізде 30 жылдық болып жатыр. Сол жерде біз енді баламыз ғой, кәдәуір сөйте 30-ның аты Сәнира дейді. Мен 30-ның аты кәдәуір емес пе десем, біреуді тыныштастайшы. Сондай үлкен алдымызда өтіп кеткен ағаларымыз жиналып, сондай үлкен, мен шын жүрегімнен сіздерге тілегім келетін, ол сол Самира апайымыздай, Болатбек ағай айтып жатыр ғой, 30 жылдық, 40 жылдық болсын деп, сіздерге үлкен ғұмыр тілеймін. Сіздер де сол кісілер сияқты біздің жанымызда жүріп, сондай жасқа жетіңіздер. Құрдастар, мынау 30 жылдық, 40 жылдық біздің ортамызда бола берсін, бас қоса берейік. Мынау бүгін енді барлық жағында не болып жатыр,
кішкене өзіміздің де көңілімізге мына бүгін барлығымыз бас қосып жиналып жатырмыз. Айтады ғой, өлі риза болмай тірі байымас деп, ортамыздан осы 20 жылдың ішінде кішкене уақыт тез өтеді екен. Мен бүгін Ерғалидың басына барған кезде 2 жыл уақыт өтіп кетті. Менің де ауылға келмегеніме 2 жыл уақыт өтті. Бүгін Ерғалидың басына барып, кішкене көңіліміз босап, бүгін барлықтарыңызға енді ренжімеңіздер. Бір уақыт 45 минут келгенде мен 20 минут келемін. Ерғалиді еске алып, кішкене көңіліміз босап жатқан жайы бар. Бірақ сонда да Құдайға шүкіршілік етейік. Бір адам, оны да қимай жатырмыз. Осындай дастарханда, осы төрт көзіміз түгел жылдан жылға, айдан айға аман есен болайық. Аманшылық сіздермен кездескеніне өте қуаныштымын. Рахмет, келгеніңіз сау болсын. Елге сағынысып келіп тұруларыңызға тілектеспіз. Ерғалиді айтып жатыр, кеше мен сол ауылда өткен бір іс-шараға қатыстым, іс-шараның басқасында болдым. Өте керемет ауыл аралық кәдімгі Ерғалидің атынан атап тұрып, үлкен бір турнир өтіп жатыр екен. Ерғали сіздерге риза болу керек деп мен ойлаймын. Кешті вручилесіне келдік біз үлгіріп. Мен енді ол уақытта қайтып кеттім, асыл шамам болдықтар, мен бастап бердім. Оның алдында ауылдық турнир өткен екен, 1 жыл бұрын. Құдайға шүкір Ерғалидың аты өшіп келе жатқан жоқ, достарының арқасында, достарының ортасында. Жатқан жері шайды бақылы болсын дейміз. Өздерің аман болыңдар. Болашақта өздеріңіз аман болыңыздар. Енді Ақбектарыма қарай құттықтайын. Ғайни. Аяулы ұстаздар, мұратты достар, бүгінгі сахнадан кешіңіз 20 жыл құтты болсын. Арада талай жылдар өтсе де, жүрегіміз жас, көңіліміз жас болса да, заман өзгерген, өзіміз өзгергенбіз. Бірақ бізде бір ортақ нәрсе бар, өзгермеген. Ол біздің бала күнімізге деген, мектебімізге деген, туған жерімізге деген сағынышымыз. Сол сағынышымыз ешқашан бітпесін, арта берсін дегім келеді. Сіздерге тілейтін тілегім, әрқашанда бақытты болыңыздар, өздеріңізден күлкі кетпесін. Аяулы ұстаздарымыз отыр мына жерде, әсіресе Болатбек ағай, мен жақсы көремін ағай, балдар талай таяқ жеген. Отқа келген, суға атқан десем де артылмайды. Сол еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Мына біздің азаматтарымыз бір үйдің отбасының ұйытқысы болып отырсыздар. Балаларымыз өсіп қалған, сол балаларымыздың қызығын көріңіздер. Сағынышымыз бітпесін, алыста жақында жүрсек те бір-бірімізбен хабарласып, бір-бірімізді іздеп, ұйымшылдығымыз ешқашанда бітпесін. Бәріміз бақытты болайық. Жетпісіңіздер жарайсыңдар, жасаңдар. Рахмет. Мектеп жаңа оқып жатқаныңыздар сендіңіз. Баяғы бір оқушы орнынан қалып қойыпты. 4 жыл оқығаннан кейін. Орнынан қалып қойып, келесі жылдармен өктеп, ақтеп, 6 жыл оқып бітіріп шыққан екен. 10 жылдыққа кездесуге келгенде 4 жыл оқыған класына бармай, 6 жыл оқыған класына барып бітірген класс қой енді. Барып қарап отырмай сұрап, мен сендердің кластарыңа қай жылда келдің деп. Сенше кластастар айтады дейді, сен келген жоқсың. Біз келсек, сен отыр екенсің. Ондаймыз, Құдайға шүкір, тайғанындай темізген өскен достар, мәңгілік мерекелеріңіз көп болсын енді, Роза ханым армандай жалғайды. Құрметті менің ұстаздарым, және достарым, бүгінгі 20 жылдық құтты болсын дейін. Біз 1985 жылға ең алғашқы мектеп табалдырығын аттағанда ең бірінші әліппені ұстатқан Арайхан апай болатын. Біз ол кісіні әрқашанда ұмытпаймыз. Даже үстінде көк костюм киіп кісі болатын. Сол менің көз алдымнан әлі кетпейді. Мен де өзім Алматы қаласында нөмірі 152-ші балабақшада, Бөбекжай балабақшасында балаларға дәріс беремін. Сол кезде дәріс беріп жатқанда әрқашанда Райхан апай жүрегімде тұрады. Райхан апай ең бірінші
сол 85 жылдағы тұрмыс құрып кеткенде бәріміз мектепте күн десе 9 кезінде постоянно алдынан жүгіріп жұмысына тамасатынбыз. Сөйтсе бір күні Райхан апай келмей қалып, бәріміз залда жүрміз, шулап. Сіз гараж апай кетті, Райхан апайларымызды ұрлап кетіпті бір күні. Тұрмыс құрып кетті дейді, ол сөздің мәнін түсінбейміз, баламыз кішкентай. Көбісінде Әсел деген бір кішкентай қыз болатын, көшіп кетті қазір. Сол қыз жылап отыр да, енді Райхан апай жоқ, бізге кім сабақ берді деп. Біразға дейін жүрегімізде Райхан апай ыстық болды. Көпке дейін ойлап жүрдік. Сол бірінші класс бітіргізбей ұрлап кетті енді апайымызға. Таңғырдың несі ғой одан кейін төртінші классымызда Болатбек ағайымыз 12-ші классқа дейін шығарып салды. Болатбек ағайға әрқашанда постоянно күшке барғанда атпен қуып жүріп есімізде күш жүргізетін. Ей, Роза, ана күшті сен тастап кеттің ба деп. Сол бәрі әлі көз алдымда кейде соның бәрін Алматыда жүргенде қатты сағынып, ең бірінші сол кеше 20 жыл туады дегенде ағайларыма, апайларымды көруге қатты асықтым. Ел ауыстырғаннан кейін өзіміз 5 жылда біргелеміз. Сол 5 жылда біргелеміз өзіміз ауылға. Мұғалімдеріміздің жүзін көргіміз келеді әрқашанда. Сіздер әрқашанда қартаймаңыздар, 50 жылдық, 60 жылдық жасай берейік. Қасым ағайымызға да рахмет айтамыз. Записім снесімді үйрететін бізге. Әрқашанда семьяларыңыз өсіріп отырған ұл қыздарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырыңыздар деймін. Сол 20 жылдық құтты болсын, 78-ге көбейе беріңдер. Рахмет. По-моему, орнын алып қойған осы емес па? 12 класс деді ғой. Санмайды, өмір кешік береді. Және Гүлнұр ханым, келіндердің атынан еді. Алматыдағы келіндердің жалынды сәлем деп. Түсіндіріп айтасың. Өзі айтатын шығар енді. Жаңа айтқандай. Бала махаббат болсыздар да. Көрдіңіздер ма? Нұреке, біз 78-де жалғыз екеуміз 78 бір-бірімізге үйленген. Мен жаңа соны әңгіме. Олар алсаңға неге алмайсыздар, қыздар көп жүреді деп әлі. Нұреке, сонымен жаңа әңгіме болдым. Сіз сыртқа шығып кеткен екенсіз. Орындарыңызда бір бала махаббаттан шылай махаббатқа жалғасқан дүние бар ма деп едім, мына кісі тұрды. Сіз далаға шығып кеткен екенсіз. Жаңа біліп тұрмын, әрі класстас, әрі осы ұжымның достардың келінді Гүлнұр сөйлейді. Қабылыңыздар ағай. Құрметті ұстаздар, бүгінгі біздің 20 жылдық тойымызға қош келдіңіздер. Толқыма. Жаңа Нұрмақ айтып отыр, 45 минут сөйлетіп кетті. Бұрын ұстаздардың қадірін білмейміз, елімізде ұстаз болғаннан кейін түсіне бастадық. Сіздердің алаңызда бас иеміз. Жаңа Нұрмақ тиісіп алды ғой, Болатбек ағай деп өзінің апайына шаңын жұқпай. Сол кезде Болатбек ағай қаттырақ ұрып алуыңыз керек. Сол кезде білгенсіз ғой күйеу бала болатынын. Болатбек ағай бажам ғой мен. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Мынау 20 жылға келіп жатқан құрдастарымызға, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға аманшылық. Сіздерге де көп рахмет. Құттық болғымыз сөйлейді, қабылыңыздар. Дұрыс сөйлей. Құрметті мұғалімдер мен класстастарым, енді бүгінгі жасап жатқан 20 жыл бәріңізге де құтты болсын. Осында барлық тілектер айтылып жатыр. Алла берешкені құлағын шалмасын. Семьяларыңызда осындай бақыт болсын. Тек қана той болсын. Жүргендеріңіз той болсын. Менің алғашқы ұстадым, мен алғашқы ұстадым. Кім болды? Айым апай болды. Айым апай болды. Сол айым апайдың бірінші кішкентай есімде, сол кезде оған бір жігіттерім жүрген. Классқа келіп, сол кезде біз айтамыз ғой, апайларға да жігіт келіп жүрген. Сол кезде
ойламайсың, мынау апайлардың өмірімізде үлкеніне сондай бір көрінетін. Бәрі қыстықтар айтып жатыр. Денсаулықтарың болсын, бала шағаларың аман болсын, заманыңыз тыныш болсын. Сол үшін рахмет. Әрқайым Алматыдан келген қонақтарымыз, Алматыдан келген достарымыз жақсылықпенен сый көрсін, бақыттарын алға қарай өрленсін. Орталарында бойдақтар болса, биылдан қалмай үйленсін деп айтымыз. Алла соға жеткізсін әке. Естің жатырмыз, айтың жатыр жігіттер. Бір бастарыңыз екеу болсын. Жақсылыққа жетелесін, жақсылыққа Алла жеткізсін дейміз. Достар, енді стаканымызды қолымызға алып, соғыстырып орнымыздан тұрып, бір керемет тілекке жақсылап алдырып қояйық. Сосын ортаға думанды бейбет бәрімізді тұрайық, достар. Стакан соғыстырып жақсылап қойдың сәліммен тұралайық. Достардың құрметіне, достар бәрі. Достар қайдасыздар? 1978 жылы жігіттер қыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын.
20 жылдық басқосу мерекесінде бүгінгі ұлағатты ұстаздарға деген өздеріне білімдерін сусындатқан ағайлары мен апайларына деген керемет сый құрметтерін осы тұста табыстасақ деген ниет қылдағай. Сондықтан біз ортақ азаматтарды шақырайық, ақ тілегін арнап ұстаздардың сый құрметін табыстайық. Көбейт мырза, біздің алдыға жарыққа тұрайық. Бірінші стаканды қолға қойып, өзінің тілегі сенімдерге жеткілік беріп, қазір өзіңіздің жетекшілеріңізді құрметтеліп подарок береміз. Сондықтан стакандарды құйып қойғанбыз. Ал, бірге Bekle. Енді